Мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Менің арыз берудегі себебім туған ағам Жеңіс Расулұлы 1977 жылы 6 айдың 3-і Тарбағатай аймағы Дөружин ауданында туылған. Осы ағамның қарастығында Серік Расулұлы өз екінші дәрежелі мүгедек, өз-өзіне қарау мүмкіндігі жоқ болған. Ал жеңге болса ауру, бір қызы бар, ол оқуда. Осы бір үйлі отбасының тірегі болған ағам Жеңіс Расулұлын 2018 жылы 2 айда еш себепсіз саяси үйрену лагеріне алып кеткен. Бұрын ағамның денсаулығы жақсы болатын, тек қана қант диабет ауруымен ауыратын, саяси үйрену лагеріне түскеннен кейін ағам ауырып больницаға түскен, 4 түрлі диагноз қойылған: жүрек талмасы, қан басым, қан қоюласқан, қан диабеті деп. Бұрын сол денсаулығы жақсы болатын, естуге қарағанда ағам саяси үйрену лагерінде көптеген қиындық көрген, ұрған, қинаған себепті бір қолы сынып, иықтарының бұлшық еттері ыдырап, бұзылып, мүгедек болып қалған. Ағам 2018 жылы 2 айда саяси үйрену лагеріне кірген, 2019 жылы 1 айдың 1 күні саяси үйрену лагерінен шыққан. Қазіргі денсаулығы, естуге қарағанда қазіргі денсаулығы жақсы емес.